Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері сіздерге құрақ көрсетпедім, я? Осындай менің кесілген құрақтарым бар. Осылардан қазір көпенке ойластырамыз енді. Мынандай матаны 20-да 20 кесіп алдым. Ортасын сызып алдым. Қалдарыңыз қалай? Құрақ құрап жатырмыз. 19-да 19 размерде. Шетінен жиналып жатыр. Мінекей қырынан кететін. Бай, сау. Ортасы бар қазір қалады. Турецкий велюр. Духабадан сұрап жатырсыздар ғой. Духабадан да құрай берсеңіздер болады. Мына жерде королевский велюр, мына екеуі. Мынау да королевский велюр көрінсе, ортасына салып жүрсе, араластырып жүрсе де болады. Мынаны жол базардан алған глянцевый турецкий велюр. Мына жылтырағына жарасады да бір-біріне. Мына матовый велюр. Көрпемізді жинап алдық. Суын тігіп алдық. Енді шетіне мынандай тігіп жатырмын. Енді қалай айтасыздар? Енді әр жақта әртүрлі диалект сөзі. Мына не дейсіздер шетіне? Кішкентай су дейміз ба, не дейміз енді? Осындай кішкентай шетін жасап жатырмын. Мен алдында жасағанбыз. Қайта мына бетіне қойып жасаған кезде мына шетіндегі матамыз жиналып қалатын. Қазір енді одан кейін тағы вариант жасап көрдім. Ол жаңағыдай не? Ол жаңағыдай мынау кішкентай матамыздың астына қойып, содан кейін былай тіксеңіз, сонда жиналмай әдемі шығады екен. Мына жақтан көрсетейін қазір. Біркелкі түзу болып тұр. Осылай. Өзінің матасынан жасап жатырмын, осы өз түсінен. Басқа цветтен де жасаса болады, бірақ өзінікінен әдемі шығады тоже. Көріңіздер, эксперимент жасап. Қазір көрсетем толықтай. Ханымдар уже шетін құрақтар бір-біріне құрап, и шетін суын тіктік. Темно синий. Алдыңғы видеода көрсеткен мата сары мен көкті алдым ғой, осыған алғам. Кішкене разнообразие болсын деп. Міне жаңа шетіне тіккенім. Қазір астарын тіксек әдемі болып шыға келеді. Астындағы матаңыз онша көрінбейді, осындай шетіне тіксеңіз. Астыңғы мата менде жасыл болайын деп тұр, сол үшін кішкене скрывать етуге. Постоянно бізде 19-да 19 стандарт. Сіздер сұрайсыздар, мен каждый раз айта берем. Осындай мне матовый велюр мына жерде барлығы былай келген. Мына жерде турецкий велюр мата қосылған. Мынау жаңа глянцевый велюр. Турецкий велюрдің глянцевый жалтырап тұратыны. Мынау жаңа тағы королевский велюр, мына турецкий велюр. Екеуін комбинировать етіп жасай берсеңіздер болады. Алдында көрсеттім ғой сіздерге. Астатықтардан депші. Сол астатықтардан құраған маталы көрпелеріміз. Мына жақта кішкене қосып жібердік. Енді осыған қазір 2 жастық қосамыз. Әдемі болады. Астында осындай мата. Қара жіппен тігеміз біз. Ана жақта уже біз ішіне мақтасын көктеп бастаймыз қазір. Матамды сразу рулонмен алам, жайып алдым. Қазір осының үстіне жаңа көрпенің бетін қоям да, түйреп алам. Потом барып кесем лишнейін. Аты жетпей қалса. Лучше молынан жетсін, потом алып тастаймыз. Көрпемізді жайып алдық. Әдемілеп, мына жерде особенно жиналып қалады. Соны бүйтіп тартып, бері қарай шығарып аламыз матамызды. Мыналардың бәрін әдемілеп жайып алу керек. Кейін инемен бәрін шетін түйреп аламыз, болмаса қолмен көктеп алып, мына аузынан орын қалтырамын. Потайной замок тігем. Соң кейін тігіп шығамын. Қазір көрсетемін не болған.
мынау бізде осындай 3 қатардан жасаймыз. И 11 ряд былай қарай кетеді. 33 штук сонда общий жасалынады. И шетіне бізде мата так бір 12-13 сантиметрдей қосылады шетіне. Екі жағынан. Сонда 80 қыламыз ғой біз. 80 болады. Сол көстік шайын көстем. Көрпеміз бітті, астарын тік қойдық. Неке, астына айттым ғой жасыл болады деп, сол үшін мынаны істесеңіз, көрінбейді оншаш. Әдем болады. Мынаны жіңішке қойып 4 сантиметрден кескем, алдында 5 сантиметрден кесіп жүргем. Шатасып. Енді сіздер 5 сантиметрден кесіңіздер, чем больше, тем лучше. Мына ішіне андай бау салып жүрсе де болады. Күшті болады. Тігіп алдық. Мына жаққа замок салдық, потайный замок. Ауыз тұр ғой. Мына жақтың бәрі көрінбейді іштен кетіп. Осылай. Қазір мақтасын көктеп ішіне саламыз. Мынаны 2 түрлі түстен жасасаңыз болады. Бәрін әртүрлі цветтен жасасаңыз болады. Неше түрлі жасай берсеңіз болады. Ең күшті құрақта осы кете береді. Мына бір жағына мысалы бір лентаңыз кетеді, бір ұзындық кетеді. 50-60 сантиметрлік лента кетеді. Кенаудан бұлай. Бағасын беріп қойыңыздар. Комментарий жазып, подписка жасап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қазір өткенін тағса, мақтасын салғанын түсірем. Ке ханымдар, бітірдік көрпемізді. Самоға ғайбасында еді. Осы басында екен ғой. Көрпесін көктеп, мақтасын салып бұр ішіне. Нетіп қойдық. Неке, потайной замок. Енді осыған 2 жастық тігеміз қазір. Әдемі болады. Бұлай сыртынан қарасаң, үстіне қараған кезде астындағы матасы көрмейді. Осылай, мынаны кішкене қалыңдап алсақ. Все, бағасын беріп қойыңыздар. Жастықшасын көрсете салайын ба? Қазір көрсетемін сіздерге. Өзіме ұнап тұр, сіздерге ұнады ма? Мынау міне остаток маталардан құрай берсеңіз болады. Қандай құрақ құрайым деп басыңызда ауыртпас үшін мынаны қырынан жібере бересіз ғой. Міне мына жерде қызыл мен ақ болса, келесі жолы мына қызылды дополнять ету үшін келесі цветті екеуін бірге мына бір цветтен 3 жасайсыз. Міне қызыл мен ақ 3 болады. 3-3-тен. Менде 3. Сіз 4 жасаңыз. 4 жасасаңыз, можете былай келіп, содан кейін былай қарай жібере салсаңыз да болады. Менде бір құрақтарым бар ғой, көрсеткен. Видеоларында бар. Солымен әр түрінен 3-3-тен, сонда мына бір цветті 6 болу керек. Бір 3 басқаша, 3 басқаша болу керек. Мына жерде бирюзовый цвет, менше қызыл мен көкпен тұр сондай. Осы ең оңай вариант осы. Құрметті ханымдар, мінекей уже жастықтар дайын болды. Оған однотонный салдық. Астына синтешарики салдым. Кеше базарда көрсеткен синтешарикилар. Мынау сары мен көк осылай жасап қойдық. Мінекей. Ортасына мына көрпеге неғып комплект қып жасай саламыз. Енді бұны мына жерде сары мен көкті ғана жіберсек, вообще огонь болайын деп тұр да. Келесі жолы иншалла. Қазірше осылай болып тұр. Мына көрпе и жастық. Бізде бірақ сызық қана жібердік. Жастығымыз біздің қанша болды айтайын ба? Сіздер сұрайсыздар ғой серіні. Қазір размерін сіздерге айтайын. Нәжімін өлшей салайын. 50-де 50. 50-де 50 болды. Синтешарикиді қаптаған жоқпын, әдені тек осының ішіне сразу сала салдым. Өйткені мына чехолды жуатын кезде синтешарикиді қайтан түтіп мына ішіне сала саласын. Потому что со временем мыжылады, басылады. Содан чехолын шешіп алып, анан түтіп қайтан ішіне салып салсаңыз, осындай пушистый болып әдемі болады. Тауықтың пухынан жасаса да болады. Қараңызшы қандай от болып тұрған, сары мен көк күшті. Өзіме ұнап тұр, сіздерге ұнап тұр ма?
ұнап жатса комментарий жазып жіберіңіздер. Ал сіздермен болған Айгерім Айтмұхамбет. Мен каналыма жазылып қойыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, комментарийге жазып кетіңіз. Тағы да қандай видеолар салайын, қандай құрақ салайын айтсаңыздар, бөлісетін боламыз. Сау саламатты болыңыздар.